Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде қазақ тілі сабағы, сабақтың тақырыбы су ресурстары. Оқу мақсаты: коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді жүйелі жеткізу, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Сабақ соңында күтілетін нәтиже: коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді жүйелі жеткізеді. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана біледі. Оқылым мәтіні: бұл оқиға Тәңірдің жер бетінде тірлік орнатқаннан кейін болыпты. Ол кезде жаратушы адамзатты жарылқап, топан суынан да сақтаған екен, дейді әжем. Бірақ адамдар Тәңір жарылқасын деген сөзді, алғыс айтуды білмесе керек. Күннің жылуын, самалдың шипасын, айдың ақ сәулесін, жердің жемісін керегінше пайдаланғанмен бірде-бір іш жылытар ықыласты сөз айтпапты. Қажыған күн Алла тағалаға арыз айтыпты. О, жаратқан ием! Дамылдауды білмей, ұйқы көрмей, күлкі көрмей, тірлік үшін қызмет етемін. Дүниенің түкпір-түкпіріндегі кеудесінде жаны бар бәрін шуағымен қыздырамын. Бір тал шөбінен бастап, жер бетінің бәріне шұғыла төгем. Таң сәрден арай шашып, ғаламды түнектен арылтамын. Бәріне нұр беремін. Жарқырап көрінгенімде тірліктің бәрі жадырайды. Суықтан тоңғандар жылынады. Жауынан мезі болғандар денесін құрғатады. Бірақ осыншама еңбегімді елеп, бірде-бір тірлік иесі алғыс айтқан емес. О, Тәңірім, сондықтан мені бұл азабыңнан босат, тыным бер, аздап тынығайын. Күн кеткен соң Алланың алдына ай келіп: о, тірліктің тірегі, бар әлемнің жүрегі, жаратушы ием, өзіңе тілекпен келіп тұрмын, дейді. Неден тарықтың, неден түңілдің, түн еркесі алтын ай. Айналайын Тәңірім, сен маған көмескі нұр беріпсің, суық сәуле сыйлапсың. Зіл қараңғы түннің бар тұңғиығын жарық етем деп мен келем. Қара аспанның қақ төрінде тұрып, төңіректі мамық сәулеге бөлеймін. Адасқанға нысана боламын. Бетімнен сәукелемді бірте-бірте ысырып, күн санауға, аптада ай санауға көмектесемін. Күн сияқты шақырайып жалыныммен қармаймын. Менің нұрым жұмсақ, саумалдай татымды. Бірақ менің бұл қимас қылығымды адамдар байқамайды. Қайта адамдар жүзіндегі дағын, маңдайындағы әжімін менен көріп, ай бетіндей шұбарланып бітіпсің ғой деп бір-бірін келемеждейді. Ал әбден толысқан шағында сүйкімді болармын деп дәмеленсем, ол сәтімді де адамдар күлкіге айналдырады. Бір жақтырмайтын адамын көрсе, ет жеңді кісіні кезіктірсе, беті айтабақтай болып безерген біреу екен деседі. Бұдан артық қорлық, бұдан артық мазақ бар ма маған? Енді шыдай алар емеспін. Бұл қызметіңнен босата көр, Тәңірім. Осылай деп, ай бұлт арасынан кіріп алып ықылық атып жылаған екен. Сол кезде жаңбыр жауыпты. Осы кезде өкпек жел құтырынып, жан жағына жаланып, Алла тағаланың алдына жетіп келіпті. Тәңірдің тағына қонған шаң тозаңды үрлеп жіберіпті де аяғына оралып жатып алыпты. Мен дамыл көрмей тау кезем, тас кезем, ел асам, бел асам, орларды өңгеймін, орманға сөңгеймін, даланы шарлаймын, теңізді барлаймын. Өлкемді төтелеймін, желкемді жетелеймін. Толқынды ойнатамын, бұлтты қуып жерге жауын сыйлаймын. Егер мен болмасам, адамзат аптап ыстыққа шыдамас еді. Бастарын бірге құрамас еді. Аузы сусыз кебер еді, алқынып жер төгер еді. Мен соның бәріне самал болып есемін, сағым болып көшемін. Бірақ алыс алған күнім жоқ. Сондықтан мұңым көп. Болдырдым, тынығайын, мұрсат бер Тәңірім. Бір шетте сылдырап су келіп, Алланың аяғына бас ұрып тілегін айтқан екен. Менің де күнім күн емес, Тәңірім. Ой қырын кезіп, даланың дамыл
көрмей ағамын, жердің шаңын жуамын, елдің тәнін жуамын. Сусаған шөлін басады, бір жұтып дәмін ашады. Соның бәрін Тәңірім көтере беремін қашанға. Сонда Алла тағала ойға кеткен екен. Я, тіршілік біткен шынымен-ақ алғысқа сараң екен, жақсылыққа жалаң екен. Мен бұларды жазғырайын, жазалайын деп түйіпті. Оқылым мәтінінің тапсырмасы. Бірінші деңгейлік тапсырма оқылым білімнен бірыңғай мүшелерді табу. Және келесі тапсырма керегінше пайдаланғанмен бірде-бір іс жылытар ықыласты сөз айтпапты деген жолдарды өмірмен байланыстырып өз пікіріңді дәлелдеңдер. Бұл бізде оқылым мәтіні болатын. Ал енді тыңдалым мәтіні су ресурстары тақырыбындағы видеороликті көреміз. Су тіршіліктің көзі. Дүние жүзіндегі ең көп тараған ресурс түрі. Су ресурстарына пайдалануға жарамды барлық жер бетіндегі және жер астындағы суларды жатқызамыз. Су ресурстары тек айқын суды көп қажет ететін өндірістер үшін ғана емес, қалаларды дамыту, тұрғындардың тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де ерекше маңызды фактор. Гидросфера – жер су қабығы. Ол ғаламшарымыздағы химиялық қосылысқа түспеген аймақтардың барлығын қамтиды. Гидросфераның жалпы көлемі шамамен 1,4 миллиард километр кубты құрайды. Дүние жүзіндегі гидросфераның жалпы 97%-ын дүниежүзілік мұхит суы құраса, оның қалған пайызын жер асты сулары және үстіңгі сулар құрайды. Тұщы су ресурстары гидросфераның жалпы 2,5%-ын ғана құрайды. Адамға және шаруашылыққа қажетті тұщы судың мол қоры өзен суларында кездеседі. Бізде тілдік мақсаттағы сабағымыздың тақырыбы оңашаланған айқындауыш. Өткен сабақта айқындауыш туралы айтқан болатынбыз. Оның негізгі 3 түрі бар: қосарлы айқындауыш, қосалқы айқындауыш және оңашаланған айқындауыш. Бүгін бізде оңашаланған айқындауыш. Өзі қатысты сөзінен соң тұрып, онымен тұталас болатын және оның мағынасын түсіндіріп тұратын сөздерді оңашаланған айқындауыш дейміз. Оңашаланған айқындауыштар айқындайтын сөзімен мағыналас, тұлғалас болып, оның соңында тұрады. Оқшау айтылып, екі жағынан үтірмен белгіленеді. Ал айқындауыш мүшелер бірнешеу болса, сөйлемнің бірыңғай мүшесіне ұқсап кетпеу үшін олар сызықша арқылы бөлінеді. Мысалы, өзі әнші, өзі сұлу байтасқа екеуі де бірі кәрі, бірі жас бала қызғана да тамашалай қараған еді. Өзі сұлу, өзі әнші байтасқа деген жерде байтасқа оңашаланған айқындауыш болып тұр. Оңашаланған айқындауыш бірыңғай мүшелерден жасалса, оның алдына қос нүкте, соңынан сызықша қойылады. Мысалы, қазақтың ұлт аспаптарының домбыраның, сыбызғының, састырнайдың әуені ерекше. Мұнда оңашаланған айқындауыш қазақтың ұлт аспаптарының сөзі болып тұр. Мысалдар: біздерге 8-ші сынып оқушыларына аса үлкен міндет жүктелген. Сөйлем мүшесіне талдап көрейік. Жүктелген, не істеген? Жүктелген. Жүктелген не? Міндет жүктелген. Біздерге жүктелген. Кімге жүктелген? Біздерге. Кімге жүктелген? Біздерге. 8-ші сынып оқушыларына. Мұнда 8-ші сынып оқушыларына сөзі оңашаланған айқындауыш болып тұр. Яғни екі жағынан үтір қойылып тұр. Қандай міндет жүктелген? Аса үлкен міндет жүктелген. Келесі сөйлем: бір үйден бір кісінің қасынан мұншалық көп кітап көргені осы. Мұнда бір кісінің қасынан сөзі оңашаланған айқындауыш болып тұр. Өйткені екі жағынан үтір қойылып тұр. Келесі сөйлем: Айдын өз туысына, інісіне тамашалай қарады. Қарады, не істеді? Қарады. Қалай қарады? Тамашалай қарады. Кімге қарады? Інісіне қарады. Кімге қарады? Өз туысына қарады. Кім қарады? Айдын қарады. Міне осылай сөйлем мүшелерін талдап болдық. Кері байланыс тапсырмасы: айқындауыш мүшелерді қатыстырып, 5 сөйлем құрау және сөйлем мүшесіне талдау. Кері байланыс тапсырмасын жібереміз.
осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.